Сәлеметсіздер ме, құрметті мұсылмандар? Мұхаммед есімді баланы ұрысса иманнан шығады ма? Қазіргі таңда көптеген адамдар өз балаларына, яғни ұлдарына Мұхаммед деп ат қоятынын көпшілігіміз білеміз. Бірақ бұл баланы оның есімі Мұхаммед, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның есімімен аталған осындай баланың есімі қойылған. Мұндай балаға ұрысса болады, қалай жекуге болады? Мұхаммед есімді балаларға қатты сөйлеуге болады ма? Сонымен сұрақ мынадай болады. Мұхаммед есімі туралы дәріс оқығанда ұстаз Мұхаммед деген баланы ұрысса, қарғысқа ұшырап иманнан шығады ма? Некесі бұзылады деді. Мұхаммед есімнің жанына тағы бір есім қосып қойса да сондай болады ма? Жауабы: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұхаммед есімі пайғамбарымыздың оған алғаның игілігімен сәлемі болсын. Оны есімі ретінде белгілі және әйгілі. Егер бұл есім бір адамға берілсе, ол сол адамның есімі болып есептеледі. Бұл есімді кісілерді шаңырағында немесе оның аты аталғанда Расулуллах туралы оған салауат айту сияқты үкімдер жоқ. Егер Мұхаммед есімді кісіні ұрысқан кезде Алланың елшісі пайғамбарымызды қосып айтса, ол сөзсіз ол кісі діннен шығады. Алайда бұл үкім аттас баланы қарғаумен расталмайды, яғни ол діннен шықпайды. Себебі әке баласын тәрбиелеу үшін кейбір жағдайларда қатаң шаралар қолдануы керек. Алайда мұндай есімге ие болған адамға бұл есім қойылса, оған құрмет көрсету жақсы деп саналады. Ол есімді қысқартып немесе басқаша айтуда мүмкін емес. Оның үстіне Алла елшісі ешбір хадисінде Мұхаммед деген баланы ұрысып, оны киімеңдер деп айтпаған. Демек, Мұхаммед пайғамбарымызды назарда ұстап ұрыспайсыз. Демек, өзіңіздің балаңызға қатты сөйлеп жекіп жатқан боласыз. Немесе жеку сияқты жағдай болатын болса, иманнан шығу немесе күнәһар болу жағдайлары болмайды. Бірақ мұндай есімді балаларға құрметпен сөйлеу, бала тәрбиесінде қандай да болмасын балаға өз баламызға әдемі мәміледе болу біздің дінімізде айтылған. Ол Мұхаммед есімі болады ма, басқа есімі болады ма? Барлық балаға жақсылық жасап, жақсы тәрбие беру керек. Реті келгенде қатты болу керек. Мұхаммед баласы бола ма? Реті келгенде оған қатты болу мақсатқа сай болады. Демек, перзентіңіз Мұхаммед болатын болса, сіз қорықпаңыз, немесе бұл жағдайда одан уайымдамаңыз. Әрқайын өз перзентіңізді өзіңіздің тәсіліңізбен тәрбиелей беріңіз. Алла тағала баршамызды тура жолдан тайдырмасын. Баршамызға намазда иманымыз берік болсын. Перзенттерімізді салих, салиха, мүмін, мүмина етіп өсіруді Алла бізге нәсіп еткей.